Аяқ астынан бас ауруының себебі неде екенін білесіз бе? Түрлі ауруларды есепке алмағанда бас ауруы күтпеген себептерден болуы мүмкін. Тіпті шылым мен ішімдіктің зияны бар деген өзінде де дастарханға қойылатын ірімшік бас ауруына себепші бола алады. Темекі шегу бас айналып бас ауруының бірден бір себебі. Темекі шегіп тұрған кісі өзінің де қасындағылардың да денсаулығына зор зардап тигізетіні белгілі. Никотинмен демалу мидағы қан тамырларының тарылуына әкеледі. Нәтижесінде басыңыз қатты ауырады. Темекі шегуді қойып, шылым шеккен адамдардың қасында тұрудан бас тартсаңыз, түсініксіз бас ауруларынан сауыға аласыз. Кофеин шектелген шамада адам ағзасы үшін зиян емес, тіпті пайдалы. Айта кетсек, ол бірнеше дәрінің құрамында бар. Алайда кофені жиі, тұрақты түрде ішу бас ауруы пайда болуына себеп бола алады. Күнделікті ішетін кофенің шамасын қысқартыңыз. Алайда кофеден бірден мүлдем бас тартқан да дұрыс емес. Бастың ауруы күнделікті жейтін қарапайым сырға байланысты болуы мүмкін. Әсіресе көгілдір сыр, чеддер, пармезан мен швейцариялық сырлар бас ауруын туғызады. Басқа осы сырлардың құрамындағы тирамин атты зат әсер етеді. Сыр ұзағырақ тұрған сайын ішіндегі тирамин көрсеткіші өседі. Сыр құрамындағы тирамин заты қызыл шарапта және басқа да ішімдік сусындарда болады. Шұжықтардың құрамында бас ауруын туғызатын тирамин мен нитраттар атты химиялық қосылғыштар бар. Тағамға қосылатын химиялық түзілімдер кейбір адамдарда бас ауруын тудыруы мүмкін. Ас уақытын жіберіп алып, тамақтанып үлгермесеңіз, бастың ауруын аштық сезімінен де бұрын сезінесіз. Мәселе қанның құрамындағы глюкоза шамасының азаюында. Мұндай кездері тіске басар тәтті кәмпиттер, шоколад, печенье көмекке келе алмайды. Одан да толыққанда ас ішіңіз. Кенеттен пайда болған бас ауруын жазу үшін мәселенің себебін табу керек. Бас ауруы сіз үшін үйреншікті жайт болса, әр бас ауырған кезде ол қай уақытта, қандай жағдайларда болғанын бақылаңыз. Сол күні қандай тағамдар қабылдағаныңызды, ауа райы қандай болғаны есте сақтаңыз. Осындай ақпарат сізге басыңыз не себепті ауырғанын табуға көмектеседі. Күйзелістік жағдайлар бас ауруының басты себептерінің бірі. Күнделікті бір орында жұмыс жасайтындар бас ауруына жиі шалдығады. Бас ауруын тез жаза алатын оңай даулардың бірі жеңіл физикалық жаттығулар. Жұмыс орнынан тұрып, кеңсені бір айналып келіңіз. Далаға шығып, қол мен аяққа жеңіл жаттығулар жасаңыз. Бас массажы да бас ауруы кезіндегі жақсы көмекші. Самайды саусақтармен уқалау қатты ауруды қойдыра алады. Ал жалпы массажды щетка тарақпен де жасауға болады. Дұрыс тамақтанатын адамның басы ауырмайды. Тамақтану уақытын жібермеу қандағы қант шамасын бір қалыпты ұстайды. Күніне 2-3 литр су ішу керек. Ағзадағы су тапшылығы бірінші кезекте миға әсер етеді. Видеоны соңына дейін көргеніңіз үшін рахмет. Видео ұнаса лайк басып арнаға жазылып кетіңіз. Бұл каналда сіз көптеген пайдалы ақпараттарды біле аласыз.